Бүгін өте керемет кеш болып жатыр. Бүгін жиналған себебіміз біздің ханымдарымыз, лидер, старший менеджер стаж шапқан ханымдарды марапаттауға осы кешті ұйымдастырып отырмыз. Кешіміз өте керемет болып жатыр. Енді әрине Роза Қожахметқызы айтып жатыр ғой, адам алға қарай жүру керек деп. Бізде бір жағынан біздің жетекшіміз болғанмен, екінші жағынан анамыз әрдайым біздің бала кезімізден алға тартып келе жатыр, тек жақсылық нәрсені көрсетті. Сол сияқты бізде қазір адамдарға тек жақсылықты көрсету ғана, сондай ғана іс қалды. Өйткені біз жақсылықты ғана үйренген адам тек адамдарды жақсылыққа тартады. Бәріміз сондай болу керекпіз. Өйткені сіздер Пәш ханым, Балай ханым, Қалаш ханым, сіздер отбасыңызда болмасақ та, біз қазір компания жүргеннен кейін білеміз ғой сіздер. Қалай ханымды қандай лидер екенін, Пәш ханым қандай лидер екенін, Қалаш ханым, сіз өзіңіз не десеңіз де, сіздің ниетіңіз, ықыласыңыз команда, сіздай команда келіп жатыр. Сіз снайперсіз. Я бұл сондай, өйткені бізге тек Роза Қожахметқызы постоянно айтады, үнемі айтады. Тек сендер мақсаттарыңды жазыңдар, арманыңды жазыңдар дейді. Арман жазған нәрселер бүгін орындалмаса ертең орындалады. Сен бір Құдай өзі біледі қай кезде орындалады. Сен тек соған сеніп арманыңды жаза берсең дейді, сол арманға жетесің дейді. Өйткені біз бала кезімізден, кішкентай кезімізден мектеп оқып жүргеннен бастап біз осындай ресторандарға апарып, осындай кафелерге апарып, жақсы жерді көрсетіп, тамақта қалай отырып ішу керек бәрін үйреткеннен кейін адам солай өсіп, руханida өседі. Bir жағынан өзін несін өседі, IQ дейді ғой енді, өзін жоғары санайды. Өткен қазағымыз өзіміз басылып қалғанбыз, әр жерде отырып жеңіл нәрсеге үйреніп қалғанбыз. Содан шығу керек қазір, шығып, тек алға жүріп, өзін сүйрейтін адамдарды тарту керек қазір. Сонда команда жинау керек. Бұл өмірде адам бір өзі ешқайда жете алмайды. Сізді жеткізетін жетекшіңіз, одан артынан итеретініңіз командаңыз, өзіңізге алған жауапкершілігіңіз. Сондай жауапкершілік көп алсаңыздар, сіздер бұдан да жоғары дәрежеге жетесіздер, соған сенімдімін. Сондай көп жауапкершілік ала беріңіздер. Бұл енді бастамасы, әлі компаниямыз нық қадам басып келе жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, қанша адам айтса да, біз жетекшілер, біз жоғары президенттер қандай ниетті адам болса, компания сол ниеті алға жүреді. Егер ниетіміз біздің Роза Қожахметқызының Біржанның, менің ниетіміз бұл кісілерді өздері жүре берсін десе, компания тоқтап қалады. Сондықтан біз қазір нық басып келе жатқан қадамымыз, біздің ниетіміз, сіздердің ниеттеріңіз компания көтеріп берді. Саниева компания жасасын, белсенді болсын, әрқашан бірінші орында болайық, әлем бойынша.